Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Мен уәде еткендей, жаңағыдай аптасына 2 рет видео салып тұрам деп едім. Онымен өтірік айтқандай болып қалып жатырмын. Өткен ауырып қалдым, денсаулығыма байланысты. Ешқандай видео түсіруге, монтаждауға жағдайым болмай қалды. Енді бісміллә бастап жатырмын. Бұйырса, мынау алдында маманың сауып дайындап кеткен сүт түйірі, соны жылтып, қазір сепараторды құрып қойдым. Сепарат тартып, сосын екінші қазанға ірімшікке сүтті жылтып жатырмын. Міне мынау цельный сүт. Осындай сүтке мәйекті қойып, мәйекті салдым. Енді бұл қазір үйт, сосын барып жайлап газдың астын ашып қайнатам. Менде жаңа ірімшік жасау, мәйекті қалай ашыту керек, барлығы осы YouTube каналында бар. Содан көре аласыздар. Мінекей сепараторды құрып қойдым. Енді деген жылжып кетеді, сосын осындай сулы тряпка қойып қойдым. Ана табағын, стульчигін әлі әкеле алмай жатырмын, столын сепаратордың. Жолдасым жасап қойып еді. Мінеке қыздар, мәйекті мана салып, мәйекте айтып отырған ұлта бар ғой. Соны араластырып алдым. Сосын бетін жауып қойдым. Енді 20 минуттан кейін өстіп қазанды ашып қарасам, міне ұйыған айран сияқты. Мінеке. Енді қазір газдың астын ашам жаймендеп. Басында жаймендеп қою керек. Атом бітіріп кетеді бәрі. Қыздар, мен ұмытып кетіппін ғой, совсем басқа шаруалармен жүріп. Мінеке көк суы бөлінді, міне астын аштым. Мінеке көрдіңіздер ме, осылай үйіп қалды. Енді міне осыны 4-ке бөлеміз. Бісміллә деп. Енді осының астын орташа қылып қайнатамыз. 3-4 сағат қайнайды. Жақсы ұйыған. Мынау цельный сүттен, обрат емес, қыздар, цельный сүттен жасау керек. Ірімшік деген сонда күшті, майы өзінің бойында тұрғасын, жоп жұмсақ болып, күшті болып кәдімгідей ірімшік, нағыз ірімшік сияқты болып піседі. Ал обрат сүтпен жасасаңыздар, ол деген резинка сияқты болып қалады кәдімгі. Я дәм жоқ, я татуы жоқ. Мынау мінеке қаймағы алынбаған, осындай. Енді осыны қазір бетін жауып, қазанның қайнатам. Арасында қарап қойыңыздар, астын жайменде осылай көтеріп, жабысып қалмас үшін. Қазір тағы да салым. Көрсетейім тағы. Қандай болған. Мінекей қыздар, бакпен күшті болып қайнап жатыр. Әлде де қызару керек. Енді бір сағаттай қайнайды. Мінекей кептіруге қойдым. Күшті қызыл болып пісті.